Армысыздар көпшілік, қайырлы кеш. Халықты коронавируспен қорқытып, билеуші топ өкілдері өздерінің арам саяси мақсаттарын жүзеге асырып жатыр. Бұл туралы шетінен асықпай сіздерге әңгіме айта бастайық. Біріншісі, бүкіл әлемге коронавирустың дертін жұқтырған Қытай билігі осы коронавирусты әлемге сылтау ете отырып, Си Цзиньпин ендігі кезекте терең мәндегі өзінің қарсыластарын жоюға кірісіп кетті. Оның басты дәлелдері ол жуырдан бері Қытайдың орталық партиялық тәртіп тексеру комитетінің қолыменен өзінің 4 ірі қарсыласының көзін жойды. Си Цзиньпин таққа шыққаннан бері 250 мыңнан артық Қытайдың мансаптысын, әсіресе Цзян Цземин заманынан бергі және Ху Цзинтау заманынан бергі Қытайдың барлық олигархтарын, байларын, саяси ірі тұлғаларын түрмеге қамап, өлтіріп болған еді. Қазірге дейін шіріктесуге, парақорлыққа, ұйымдасқан жемқорлыққа қарсы тұрамыз деген атпен Қытай елінің ішінде өзіне қарсы мәудеп бас көтеретін адам қалтырмай, жалғыз өзі дарау билеуші болып қалған Си Цзиньпин енді осы коронавирусты сылтау ете отырып, өзіне қарсы шыға бастаған партияның ішінде, компартияның орталық саяси политбюросының өзінде қарсы шыға бастағандарды біртіндеп ығыстыра бастады. Екіншісі, Сауд Арабия. Сауд Арабиясындағы Салман Ханзаданың Қытайға барып, Қытайдағы фашистік концлагер түрмелер туралы өте жағымсыз жаңалық айтқандығын білеміз. Былтыр оны сындағанбызда. Онда олар дүние жүзіндегі қасиетті қалалар Мекке мен Мединенің қорғаушысы болған Саудияның болашақ патшасы, болашақ королі Салман Ханзада патша тағынан үміткер екендігі заңды түрде бекітілгеннен кейін де Қытайға бара отырып, Қытайдағы лагерлерде мұсылмандардың қамалып жатқанын теріске шығарып, онда Қытайлар тек экстремист, террорист, сепаратистерді қамап отыр деп айды аспанынан бірақ шығарған. Және не Қытайға біз сияқты қарыздар емес, ақшаға мұқтаж емес, тіпті бүкіл әлемдік саясатқа мұнайы арқылы, қаржысы арқылы ықпал етіп отырған Саудияның бұл қалын біз түсінбей қалған болатынбыз. Сөйсек, тұтас Саудыңызда, басқаңызда Қытайды Құдайдан артық көретіндігін білдік. Саудияның Қазақстандағы табынушыларда, сенушілерде, әлеуметтік желіде Серікжан Біләшұлына жаппай қарсы тұрғанынан ақ, оларға әмірді Құдай емес Қытай беріп тұрғанын білдік. Негізі саудышылдарды Құдайдың мүриттері дегеннен гөрі Қытайдың мүриттері деген көбірек сенімді көрінеді. Оған дәлел осы әлеуметтік желідегі аталмыш сектанттардың Серікжанға жан тәнімен 24 сағат бойы қарсы тұруы. Сол Салман Ханзада енді өзінің әкесінің інісін, тағы өзінің бір ұялас күшігін осы қаржы дағдарысы, яғни коронавирус дағдарысынан пайдаланып, орнына қойып үлгірді. Саудиядағы тақ таласы күн санап күшейіп келе жатыр. Қазіргі Сауды патшасының денсаулығы да сыр беріп келеді. Бүгін ертең Құдайдың дәргейіне кете жатса, артында үлкен тақ таласы туы мүмкін. Саудиядағы дини сектанттардың бір-бірімен дінді сылтау ете отырып, шайқасып жатқандығын білсек, бұл әлемдік саясатқа, әсіресе мұнай тұрғысынан өте үлкен әсер ететіндігін біз білуге тиіспіз. Оған дәлел, осы күні кеше ғана мұнай нарығы қатты құлдырады. Мұнайға арқа сүйеп отырған Ресей мен Қазақстанның шықпа жаным шықпа деп отырғанын баршаңыз білесіздер. Мұнайдың бір баррелі, бір шелегі соңғы кезде көк тиынға түсіп бара жатыр. Осы мұнай арқылы күн санап жердің астынан Құдайдың өзі бере салған қара сұйықтықты арзан бағамен қазып алып, оны сатып жіберіп, ақшаны күреп тауып отырған мұнайшы елдер енді үрейленіп шошып отыр. Негізінде Совет одағын құлатқан да осы Саудия мен Американың одақтастығы еді. Себебі Совет одағының сол кездегі бюджеті 120 миллиард доллар болатын. Ал Сауд Арабия сол кезде Америкамен одақтасты. Америка принтерден ақшаны басты да пароходқа, кемеге тиіп, Саудияға бір жолда 40 миллиард доллар әкеп бере салды. Себебі мұнайдың бағасын Американың тапсырмасы бойынша арзандатып жіберген Сауд Арабия тура сол көлемдегі шығынды Совет одағына
мәжбүрлеп арқасына тақты. Мұнай арқылы күн көріп отырған Совет одағы содан бір жолда мемлекеттік бюджеттен 40 миллиард шығынға ұшырады. Сөйтіп келесі жылы тағы 40 миллиард, арғы жылы тағы 40 миллиард шығын ұшырағанда Совет одағының рублі құлдырап, ең соңында тақырға отырып шыға келгенін білеміз. Сол Сауд Арабиясы бұл жолы Американың өзін қыспаққа ала бастады. Себебі Американың әскері тұрғанына қарамастан, біздің мұсылмандар қасиетті деп білетін қалаларда америкалықтардың тұрғанына қарамастан, Сауд Арабия негізі мұнайдың бағасын көтеру үшін мұнайдың өндірісін азайту туралы Ресеймен келіссөз жүргізіп жатқан болатын. Бірақ Путин дәл осы сәтте Саудиямен де, Америкамен де, Қытаймен де ымыраласпайтын өзінің қатал саясаткер екенін бірден көрсетті. Путин Ресейдегі мұнайдың қазу бағасын, яғни мұнайды сорып алу жаңағы көлемін кішіреткеннің орнына ұлғайта түсті. Ал Путинмен ерегескен Саудияда күніне 20%-дан артық, тіпті барелін қазір есім ұстай алмадым, мұнайдың бағасын одан арман өсіре түсті. Тіпті бұдан бұрынғы Саудия қазірге дейінгі қазып отырған мұнайын бұдан арман ұлғайтуға тапсырма берді. Ресей менен Саудиядағы мұнай өндірісінің артуына байланысты мұнайдың халықарадағы нарықтағы бағасы төмендеді. Әсілі бұлар бағаны тұрақты түрде ұстап тұру үшін мұнайдың өндірісін азайтып, бағаны қалыпты ұстап отыратын. Ал мұнайдың бағасының түсуі Қытайға пайдалы болып отыр. Себебі Қытай шетелден мұнайды импорттаушы ел. Ал Ресей мен Саудия бұдан зиян шегіп отыр. Ал пайдасына келейік. Пайдасы осы коронавирус және мұнай бағасының құлдырауы әлемге қаншалықты әсер етуі мүмкін. Коронавирустан гөрі бұл әлемдегі ірі саясаткерлерге басты бас ауру осы мұнай бағасының құлдырауы. Мұнай бағасының құлдырауы әлемдегі қор биржаларын, Нью-Йорктағы биржасын, Dow Jones жаңағы индексін, осының барлығын құлдыратып отыр. Күні кеше, яғни бүгін Америкадағы, Нью-Йорктағы биржадағы Dow Jones көрсеткіші 28%-ға төмендеп кетті. 28% дегеніңіз енді сұмдық ақпарат. Қазір міне қолымыздан мынау екінші телефонымызбен қарай салайық. 28% екен. 28% екен. Енді осыдан Трамптың өзінің үрейі ұша бастады. Бұғанға дейін бір айдың алдында Трамп Қытайда коронавирус тараған кезде екезу құлағына жеткен болатын. Себебі Қытайды сауда соғысында жеңді, мәжбүрлеп тұрып өзінің айтқанына көндірді, айдағанына жүргізді, Ши Цзиньпинді мамалатқан болатын. Сол Ши Цзиньпинді мамалатып жібергенде ол Қытай алдыда коронавирусты таратып жіберді. Бұл Қытайдың ежелден бар өзін өзі азаптау арқылы жауын азаптайтын тәсілі. Бұны Қытайдың 36 құлығында Куружи деп атайды, яғни өзін азаптау тәсілі. Алдымен вирусты өзіне таратты, ешкім күмәнданбады. Енді сол вирус бүкіл әлемді ойран-ботқа қылайын деп жатыр. Сөйтті де 28% құлаған Dow Jones көрсеткішінен Американың экономикасы шатқаяқтауы бек мүмкін. Себебі бұл көрсеткіштің кесірінен Трамп енді қалтасынан 250 миллиард доллар алып шығып, оны төмен несиелер және салықты азайту бойынша түскен шығынды толтыратын болып отыр. Яғни Америка бюджетінен 250 миллиард доллар Америкадағы осы дағдарыстыққа байланысты құтқаруға, экономиканы құтқаруға жұмсалады. Бұл 250 миллиардта. Енді сіздер өзіңіз есептей беріңіз. Мысалы, сізде әйеліңіз 100 мың теңгелік, сіз 100 мың теңгелік айлығы бар, бюджеті бар мемлекет дейік. Енді сіздер екеуіңізде 200 мың теңгеден басқа түк табыс жоқ деп есептейік. Енді сіздерге аяқ астынан бір айда экономикаңызда ешқандай мүмкіндігіңіз жоқ жағдайда сіздерге қараптан қарап отырып 250 мың теңгені шығара қойыңыз десе шығара аласыз ба? Ол қиын жағдай. Үйіңіз қайда, кредитіңіз бар, төлеміңіз бар, құда жекжат қонағыңыз бар, қыдыруыңыз бар. Сізге 250 мың теңгені қайдан табасыз? Айына не бар 200 мың теңге тауып отырсаңыз. Американың жағдайы осының ар жақ бер жағы. 250 миллиард доллар Америкаға жаңа сізбен салыстырғанда түк емес. Бірақ бұл бір жолда осы тек қана Dow Jones көрсеткішінің түсуіне байланысты Трамптың 250 миллиард долларды босатамын деуі оның әбден үрей ұшқандығының бір белгісі. Екінші бір нәрсе. Біреу тойға айланғанда, біреу қойға айланады деген шын болды. Орайдан пайдаланып, Ресей басшысы, біз айтқанда орыс басы Путин өзінің мерзімін ары қарай ұзартып алды. Бір депутат, бір орыс қарсы болған жоқ. Советтің қамытынан шыққан Қызыл империяның әбден улауына
бөккен халық еттен өтіп сүйекке жеткен құлдық санаменен оғанда үнсіз көнді. Ал әдетте бұндай адамдық құқыққа қайшы диктаторлық жүйені сындап ала жөнелетін батыс қоғамында бірі коронавирустан есі шығып, екіншісі мынау алпарысқа түсе бастаған нарықтық жағдайға байланысты өзімен өзі естері шыға бастады да Путинді сындайтын, орысты бопсалайтын шамалары болмай қалды. Білесіздер, коронавирусқа байланысты Еуропа басшылары сынға ұшырап жатыр. Тіпті олардың қарсыластары да дәл осы кезде сенің әлсіз қабырғаңнан ұстадым-ау деп өзінің қарсыластарын ұрып жатыр. Батыстық еуропалық Twitter мен Facebook'та ашсаңыз қырғын, айқай шу төбелес. Коронавирусты неге енгіздік, неге шекарамызды бекемдемедік, неге Қытайды кіргізіп алдық деп ойбайлап жатқан батыс саясаткерлерінің айғай шуынан құлақ сасиды. Ал енді осының бәрін ойлап отырсаң, біреу тойғайланғанда қойғайланған орыстар Путинді арғарай тағы да ұзақ мерзімге сайлап қоя қойды. Менің айтқаным тырнақша ішіндегі сайлау. Сөйтіп, несін айтасыз? Путин өзін орындап алды, арам есебін жасап алды. Енді Ресей де тіпті Ресей бастаған кешегі Советтің қамытынан шыққан құлдық қамыттан арылғанмен, жарым-жартылай демократияға беттегенсіп отырғанмен, әлде шынай демократиядан ауылы алыс отырған елдердің барлығына демократияның көктемі келе қоймайтын көрінеді. Бұл Путиннен басталып тұр. Біз орыстан үміттеніп жүрсек, орыс бізден үміттеніп жүр. Орыстың блогерлері қазақтан бірдеңе шығады-ау деп үміттенеді. Қазақ орысқа қарайды. Сөйтіп, бұл Путиндеріңде өзі білдіртпей тұрып, елдің бәрін экономикалық дағдарыспен, мұнайының аласапыранымен және коронавируспен шошытып отырып, білдіртпей отырып, өзінің басындағы коронасын ұзартып алды. Ал енді бірі Жапония мен Корея. Бұл жерде әсіресе Кореядағы тақталасы да осы коронавирусқа байланысты қызу жүріп жатыр. Енді Америкаға келейік. Америкада Трамптың басына қауіп төніп тұр. Байден өзінің мәлімдемелерінде Трампты мүйіздеп жатыр. Себебі Трамптың арқа сүйегені мұнай болатын. Мұнайға арқа сүйеген Трамп енді мұнайдың бағасы құлдыраған кезде өзінің негізгі сүйенішінен, тірегінен айырылып отыр. Ал Байден болса, Трамптың осы коронавирустан қорғана алмағанын бір сындаса, екіншісі экономикадағы соңғы кездегі мұнайдың бағасына байланысты шайқаста орыс пен Саудияның қақпанын басып қалғандығын ол да жібере қоймас. Орайды пайдаланып, Трампты желкелеп, осы жолы оны отырғызып кетуі бек мүмкін. Ал өзінен 20 жас кіші, жас қатынды алған Трампты біз бұғанға дейін рухы тасып тұрған, еркектігі мықты басшы деп мойындап келген болатынбыз. Бірақ дәл осы коронавируста ол Қытайдың алдам қалтасына түсіп қалды, қақпанын басып қалды. Негізі бүкіл Американы ерте бастан карантин деп, коронавирусты Америкаға жолатпай тұрғанда қайдай болар еді. Әрине, Трампта өзі алдағы уақытта тым асып та тасып та кеткен болатын. Мүмкін бұл бүкіл әлемді коронавируспен бұлықтырып, экономикалық, қаржылық, финанстық дағдарыс тудыратын Қытайдың есебі болды ма? Тұтас адамзат болып, осы Қытайдың қақпанын басып қалған жоқпыз ба? Шындығы бір Құдайға ғана аян. Ал қазақ. Әлгінде ғана Қазақстанда коронавирустың 3-ші оқиғасы тіркелді деп естіп жатырмыз. Ол да китайский емес екен. Ол да импортный европейский коронавирус екен дейді. Демек, Қытайдан бізге қауіп жоқ көрінеді. Бұл да қытайшылдардың осы біздің құзырлы мекемелердің аузымен айтқызып отырған әңгімесі емес пе? Біздің телеканалдар мен сайттар, журналдар, радиолар енді соңғы кезде Қытайда коронавирус контролданды, Қытайлар коронавирусты тізгіндеді деп жапа тармағай жар салып жатыр екен. Өлген жеті әкесі тіріліп келгендей болып, Қытай коронавирусты тізгіндеді деп қуанып жатқан қазақтарға айтарым. Қытай мақұл, тізгіндесе де, таратса да өз қолында. Ал сен сорлы қазақ, сен бөркіңді аспанға татындай не туды? Сол Қытай тізгіндеген коронавирус сені қырып салмай ма? Қуануға әлі ерте. Құрметті бауырлар, мынау әлемге коронавирустың дағдарысымен қоса тақталастарда қауырт жүріп жатқандығын, елдердің осы коронавируспен және мұнайдың бағасының түсуіне байланысты өздерінің саясаттағы арам есептерін жүзеге асырып жатқанында ескерте кеткіміз келді. Біз осы түнгі сағат
11-дің айналасында, 12-ның айналасында тағы да әлемдегі үлкен саяси оқиғаларға байланысты шолуымызды жалғастырамыз. Атажұрт еріктілерінің YouTube аккаунтына назар салыңыздар. Ол ағылшынша Атажұрт Казах Human Rights, латынша соңғы жазуымызбен Атажұрт деп жазсаңыздар бірден табасыздар. Біздің Facebook, Twitter, Instagram аккаунтымызда бірдей. Бізге тіркеліңіздер. Біздің телеганалымыз, газетіміз жоқ, тек осы әлеуметтік желі арқылы ғана өзіміздің ұлтымызға титтей болса да бір еңбек еткіміз келеді. Айтпақша, Трамп өзінің сөзінде Еуропадан келетін барлық ұшақтарға тыйым салатынын айтты. Мерзімі 1 ай екен. Арғы Еуропамен байланысты Американың ең тығыз одақтасы Еуропа еді. Бұның өзі Американың қаржысына, басқа да өміріне қандай әсер етеді. Қалай болмасын, Трамп пен Байденнің шайқасы осы коронавирусқа байланысты тағы да қыза түсетін көрінеді. Мұнайдың аяқ астынан күлт құлдырауы да біздің қазаққа да тым пайдалы емес. Әрине, мұнайдың қызығын қазақ көріп жатыр ма, қазақтан басқа көріп жатыр ма, біз білмейміз. Қалай болмасын, мұнайдың арзандауы бізге тым пайдалы емес көрінеді. Әрине, сол мұнайдан түсетін табыстың тіке қызығын көріп отырғандардың ұйқысы қаша бастаған сыңайлы. Не айтамыз, ел аман, жұрт тыныш болсын. Бүкіл қазақ, бәріміздің басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Біздің осы саяси шолуларымыз алдағы уақытта тұрақты түрде жалғасады. Күніне шамамыз жетсе, шаршап қалмасақ, 3-4 мәрте шығамыз қысқа нұсқадан. Ал егер қысқа кем дегенде күніне 1 мәрте шығуға уәде етеміз. Ендеше біздің осы каналдарымызға жазылыңыздар, подписать етіңіздер, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, жора жолдастарыңызға, дос жарандарыңызға таратыңыздар. Қазақ тілді аудиториядағы саяси шолуды біз өстіп көтергіміз келеді. Телеканалдар айтпайтын, ақша берсеңде айтпайтын, газеттер жазбайтын, бүкіл қазақ қоғамына ең керекті деген зәру ақпараттарды біз беріп тұруға тырысамыз. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, сау болыңыздар. Қазіргі уақытта сіздерге ескерте кетейін. Қазір міне 13 наурыз күнге жұма, кешкі сағат 9:37. Сау болыңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Күніне кем дегенде 10 рет комментарий жазып тұрыңыздар, бөлісіңіздер. Құданың құдасы құйрықтың сорпасына дейін жазылуға үгіттеңіздер. Өстіп, қазақ тас түйін болып біргейік, үлкен аудитория қалыптастырайық. Бұл өзіміз үшін пайдалы. Қазақтың мұңын ресми телеканалдар қорғамаса, ресми газеттер жазбаса, қазаққа керекті ақпаратты олар айтпаса, күнде әммен тойдан, умен шудан, шоудан босамаса, әншілердің байға тигенмен байдан ажырасқаннан өзге қызық қалдырмай қойса, қалаулым деп қазақтың қасиетін қашырса, ендеше есі дұрыс қазақтың басын біз қоспай кім қосады? Бізбен бірге болыңыздар, сау болыңыздар барша қазақ.